Жүгі нарда, қазаны теңде болып, көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқы асты өте жоғары бағалап қастерлей білген. Халқымыз адам өмірінде тамақты тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Салтымызды құрметтеп, қазірде осы тағамдарды ұмытпай әзірлеп жүрейік. Қазақша ет. Біздің халқымыздың құрметті кісілерге ұсынатын кәделі әрі орны бөлек тағамдардың ең бастысы қазақша ет, немесе бешбармақ. Қазақтар сыйлы қонақтарға мал басын көрсетіп, табақ-табақ ет тартқан. Табақ тарту да үлкен өнер. Әр табақ қонақтың дәрежесі мен жынысына, іліктік жолына, нағашы, жиен, құдағи, қыз бала сәйкес келуі керек. Осыған орай табақ тарту бас табақ, сый табақ, күйеу табақ, келін табақ, жастар табағы, жай табақ болып бөлінеді. Бауырсақ. Бауырсақты жоғары немесе бірінші сортты бидай ұнынан пісіреді. Оны қамырды ашытып та ашытпай да дайындауға болады. Ашытпай пісірген бауырсақ көпке шыдайды. Ал ашытып пісірген бауырсақ кеуіп қалса жеуге жайсыз болады. Ашымаған қамырдан бауырсақ пісіру үшін ұнға май, жұмыртқа, сүт, тұз салып илейді. Май-шелпек. Май-шелпек ұнды сары май қосып илеп, онша жұқалап жаймай пісіреді. Май-шелпектің арасына қойдың, жылқының шыжығын салуға болады. Жент. Жент қоспа аса кәделі дастархандамы. Оны қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын өте дамды тағам деп айтуға болады. Жент бұлғау шеберлікті талап етеді. Ақталған тарыны келіге түйіп, дерменге немесе аз-аздап кофе тартқышқа салып ұнтақтайды. Оған құмшекер, ұнтақталған ірімшік, мейіз немесе курага салып араластырады. Содан сол қазанға жылқының майын қуып, ысытып, жаңағы араластырылған тары мен ірімшікті салып, отын болмашы табында араластырады. Айран. Ол ұйытылған сүт. Оны қаймаға алынған сүттен де, қаймаға алынбаған сүттен де ұйытуға болады. Ол үшін сүтті 5-10 минут қайнатып, қанжылым қалыпқа түскенше суытады. Содан сол ұйытқы ашытқы қосып араластырады да ыдысты жақсылап бүркеп тастайды. Ол 1-2 сағат ішінде ұйып болады. Ұйған айран ашып кетпеу үшін оны бетін ашып салқын жерге қояды. Айранды сусын ретінде, тағам ретінде де пайдалануға болады. Қымыз. Қымыз биенің сүтінен дайындалатын денсаулыққа шипалы әрі жұғымды сусын. Қымыз қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан дәмінің бірі. Сары қымыз дертке шипа, денеге күш. Қымыз негізінен жылқы терісінен тігіліп, әбден тобылғы түтінін сіңген сабадан не болмаса ағаш күбіде ашытылады. Қымыздың ашытқысы қор деп аталады. Дәкеге түйген қорды сабаға не күбеге салып, оның үстіне бір шелектей жана соғылған салқын сауылмалды құйып, ыдыстың сыртынан жылылап орап тастайды. Біз айтып өткен тағамдар қазақ дастарханының негізін құрайды. Әр отбасында, еліміздің әр аймағында бұл тағамдарды дайындау тәсілдерінің өз құпиясы, өз бабы болады. Ұлттық тағам халқымыздың ерекшелігі мен егемендігін білдіреді. Сондықтан бұл мұрамызды сақтап, ұрпақтан ұрпаққа тапсыруымыз керек.